Ендеше атыңнан айналайын қалғанын деп қазақ көтере айтпайды ғой. Жалғыз Қазақстан емес, мынау шартарап қатарда шашылып кеткен қандастарымыз көп. Соның ішінде мынау Моңғолия жерінде Баян-Өлгей деген аймақ бар. 200 мыңға тарта қазақ тұрады. Иә, сол 92 жылы өзім отбасыммен барып, сол Моңғолия елінде сол ағайындардың арасында аралап өнер көрсеттім. Сол жерден бір естіп үйренген ән еді. Сол қалың қазақтың ішінде Керімай деген қызға ғашық болған Торым деген жігіттің жоқшылықтан, кедейшіліктен қалыңын төлей алмай, екеуі бір-біріне жете алмай, сол кездегі Торымның әні екен. Соны үйреніп қайтқанбыз. Сол бүгінгі біздің де мынау тақырыбымызға келіп отырған сияқты. Ендеше Керімай деген әніне білсеңіздер қосылып отырыңыздар. Республика сарайына барып, бәлембайдың теңге билет алып, 200 метрден жасанды дауыспен шыққан әнді тыңдап қайтамыз. Оған қарағанда Жәкеңмен Айткүл қастарыңызда тамақ ішіп отырып, жанды дауыспен өздері отырып айтқан керемет емес пе?